Печенье жасаймыз арахиспен, өте керемет болып шығады. Жұмсақ сары майға қант, жұмыртқаның сарысын 2, ұнды електен өткіземіз. Ұн қопсытқыш және аздап ванилин қосып қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болу керек. Одан кейін оны қамырымызды 2-ге бөліп, оқтаумен жайып аламыз. Одан кейін бізге мынадай кесе немесе домалақ формалы зат керек. Осылай формасын кесіп аламыз. Ортасына кішкентай зат қолданамыз. Осындай кольцолар шығады. Одан кейін арахисімізді алып, мен ашылмаған арахис, оның жартысын ашимын. Одан кейін қалғаны қалады, осылай ұнайды маған. Оны кішкене ұсақтаймыз. Одан кейін бір жұмыртқаны ақысы мен сарысын жақсылап араластырып, печеньеміздің бетіне жағамыз, көбірек қылып. Сосын арахисімізді сеуіп шығамыз. Сол арахисімізді ұстап тұру үшін жұмыртқамыз біздің. Сосын 200 градусқа қыздырып алып, 15 минуттай пісіреміз. Ас болсын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де осы видеома лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.